Сәлем достар, бұл видеода біз 2026 жылға мақсаттар жазып, оны өзіміздің жоспарымызға қалай енгіземіз және оларды қалай үлгереміз деген сұраққа жауап іздейміз. Мен сіздерге бірнеше жылдан бері өзім қолданып келе жатқан жоспарлау әдісімен бөліскім келеді. Ең бірінші, біз өзіміздің баланс дөңгелегімізді жасауымыз керек. Баланс дөңгелегі дегеніміз бұл өміріміздегі бар салаларды бөліп, оларға назар аударып, менің өмірімде қандай нәрсеге уақыт бөлу, көңіл бөлу мен үшін құнды деген дүниені анықтап алу үшін қажет. Мен қазір сіздерге шамамен осындай баланс дөңгелегін құрастырдым. Бұл жерде отбасы, қаржы, даму, денсаулық, өзім және достар деп бөлдім. Көбіне адамдарда қайталанатын осы салалар болғандықтан осыны қойдым. Енді әрі қарай осы жерде отбасы деп алатын болсақ, өз ата-анамыз, жұбайымыз, өзіміздің бала-шағамыз, одан кейін ата-енеміз сияқты бөлініп кете береді. Яғни соларға бөлінетін уақытымызды тоже біз жоспарлап, немесе қанша уақыт арнап жатырмыз білуіміз керек. Мысалы, қаржы десек, біз жинап жүрген ақшамыз, капитал бізде міндетті түрде болу керек. Яғни көп қаржы кеңесшілер айтады, сен 10%-ын жина өзіңнің табысыңның деген сияқты. Мен 10 табысы демеймін, мүмкін сіздер әлі табыс таппайтындар адамдар бар шығар араларыңызда. Дегенмен кез келген адамда қандай да бір капитал болу керек. Біреуде ол 1 миллион болуы мүмкін, біреуде ол 100 мың теңге болуы мүмкін. Маңызды емес, бастысы кішкене ақша қалдырып отыру. Келесі шығын, кіріс деген сияқты, яғни сіздің жоспарлауға кететін уақытыңызға не нәрселер кіреді, осыны біз алдын ала білуіміз керек. Ары қарай даму, рухани даму, профессионалды дамуыңыз болуы мүмкін. Ал денсаулығыңызға қатысты сіз өзіңіздің мүсініңізге, немесе қандай да бір диагноздарыңыз болса, оны емдеуге, тіс емдетуге, мәселен, уақыт, ақша арнауыңыз керек болуы мүмкін. Сол нәрселер сіздің назарыңыздан тыс қалмас үшін біз әуелі баланс дөңгелегінде менде қандай қалаулар бар, менде осы салалар бойынша қандай жоспарлар бар деген нәрсені естеріңізге түсіріп алу үшін қажет. Бұл жерде айта кететінім, бүкіл баланс дөңгелектеріңіз бірдей көңіл бөлінуі міндетті емес. Бір уақыттарда адамдарда мәселен отбасы деген өте жоғары приоритетке шығып кетеді. Өйткені бала кішкентай болуы мүмкін, ол көп уақытты бөлуі мүмкін. Ол кезде сіз дамуыңыз артта қалып жатуы бұл нормально. Уақыт өте келе сіз қайтадан ол жаққа көңіл бөлесіз. Дәл қазір сіз үшін приоритетте болып тұрған салаларды анықтап алыңыз. Яғни ол адамда көбіне 3 сала болуы мүмкін. Осы жерде аса назар айтатын нәрсем бұл өзім деген бөлім. Егер осы өзім деген бөлім немесе мына баланс дөңгелегі мүлдем бұзылатын болса, яғни тек біз бір ғана ұяшықтың ішінде бүкіл уақытымызды соған арнап жүретін болсақ, адам автоматты түрде өзін бақытсыз сезіне бастайды. Өйткені бізге табиғатымыздан даму, жан-жақты осы дүниелерге көңіл бөлу деген нәрсе салынған. Біз сол нәрсені дамытпаған кезде біз бақытсыз сезіне бастаймыз. Осы нәрселерді ескере отырып, өз баланс дөңгелегіңізді құрыңыз. Яғни өміріңіздегі қай сала сіз үшін қазір приоритетте тұр. Осыны біліп алу маңызды. Енді осы баланс дөңгелегіндегі салаларыңыз бойынша қалауларыңызды жазасыздар. Еш нәрсеге қарамай, ақшам жоқ, уақытым жоқ, қазір оған мүмкіндік жоқ деген нәрсеге қарамай, бірінші жазып шығасыздар тізімді. Яғни тісіңізді емдеу керек па, тісіңіздің қанша тісіңізді емдеу керек, осының бәрін жазып шығасыз. Одан кейін, мәселен, қаржы бойынша 10 миллион жинауыңыз керек па? Жинауды қалайсыз ба, соны жазасыз, немесе үй алуыңыз керек па? Мына жерде тағы бір дүние қоссаңыздар болады. Мынаның жанына материалды құндылықтар, яғни біз көп армандарымыз материалды құндылықтармен байланысты. Машина алсам, немесе тағы басқа дүниелер алсам деген сияқты. Ары қарай кеттік, мысалы қаржы бойынша 10 миллион жинағым келді. Рухани даму бойынша, мәселен, медитация жасап үйрену, әйтпесе күніне осыған уақыт арнау, немесе біреу намаз оқысы келіп жүруі мүмкін, біреулер Құранға түскісі келіп жүруі мүмкін. Осы жоспарларыңызды жазасыздар. Профессионалды даму бойынша, мәселен, осындай диплом алғым келеді, осындай сертификат алғым келеді деген сияқты армандарыңыз болса, осының барлығын бірінші осында тізіп жазасыздар. Яғни әр сала бойынша қандай жоспар бар, қандай мақсат бар, арман бар, осының бәрін бірінші тізіп шығасыздар. Осы тізімнің бәрін жазып болғаннан кейін біз 2026 жылды жоспарлауға көшеміз.
осы армандарымызды бірінші мақсатқа айналдырамыз. Мәселен, сізге осы жылы тісіңізді емдеу керек деп айтайық, иә? Қаңтарда осы іске сіз не істей аласыз? Тіс емдеу ол бір ғана айтап емес, яғни бардыңыз дәрігерге, бірден бүкіл тісіңізді емдеп кете алмайсыз, иә? Немесе оған ақшаңыз жоқ болуы мүмкін. Яғни біз егер ақшамыз жоқ болса, немесе дәрігерге барудан бастаймыз, иә? Бір дәрігердің приемына бара аламыз. Қаңтарда мен осы нәрсені жасап бастауым керек. Дәрігерге барғаннан кейін сіз шамамен оған қанша ақша кететінін түсіндіңіз. Егер сіз ол ақшаны қаңтарда төлей алмайтын болсаңыз, сіз сол ақшаны жинауды бастайсыз. Яғни қаңтарда мен тісім үшін 20 000 теңге салып қоюым керек. Копилка ашып, кәдімгідей тіс деген копилка ашып, сол жерге 20 000, 15 000 айына салам деп жоспарлайсыздар. Яғни сіз сосын есептейсіз. Егер 20 000-нан салсам, мен желтоқсанда сол ақшасын жинап болады екем. Яғни мен желтоқсанның басында тісімді емдетуге кірісемін. Бірақ мен оған ақша жинаймын. Сіздерге қазір көрінуі мүмкін, бір жыл бойы мен тісімді емдемей жүремін ба? Бірақ сіз осы уақытқа дейін қанша жыл тісіңізді емдемей жүрдіңіз, оны да ойлаңыз. Сіз бір жылдан кейін желтоқсан айында тісіңізді жөндеп тастауға ақша бар болса, бұның өзі жеңіс болады. Келесі мәселен өзіңізге қатысты, қалауларыңыз болуы мүмкін, материалдық. Қандай қалауым бар? Мысалға, отбасы бойынша көбісі балаларын чекаптан өткізгісі келуі мүмкін. Әйтпесе өзін өткізгісі келуі мүмкін тексеріске. Осындай кезде біз осы қалауымыздан қаңтар айында қайсысын жасай аламын. Мәселен, мен өз мысалымнан айтатын болсам, мен көлік айдауды бастағым келеді. Бірақ бұл көлік айдауды бастау бұл бір күндік немесе бір айлық процесс емес. Біріншіден, сен жүргізуші куәлігін алу үшін қандай процесстерден өтуіңді білуің керек. Яғни саған ақпарат жинауға қаңтар айы соған арналуы мүмкін. Яғни мен осындай жасайды екем, одан кейін мынаны тапсырады екем, экзаменнен кейін, өткеннен кейін барып мынаны жасайды. Процесті яғни толық білдік. Немесе автошколаға жазылу керек. Автошколаға жазылып бастаймын деген сияқты. Яғни сіздер бірінші мына тізімді біліп алу керексіздер. Одан кейін ол ойды әрекеттерге бөлеміз. Мысалы, жүргізуші куәлігін алу, ол бірінші ақпарат жинау, қандай процесстерден мен өтуім керек. Келесі, мен автошколаға жазылуым керек. Яғни сіз тугистен қарадыңыз, автошкола қайсысы сізге ыңғайлы болатынын қарадыңыз, немесе Инстаграмнан іздедіңіз, яғни өзіңізге бір автошкола таңдап алдыңыз. Одан кейін барып, сол автошколаға жазыласыз, звондадыңыз, жазылдыңыз, ол да бір процесс, Адамдардың жіберетін қателігі осы процесстердің арасында көп ойланып, ойында айналдырып жүріп қалады. Мысалы, жүргізуші куәлігін аламыз деп ойымызға алған кезде біз сол нәрсеге әрекет етіп жатыр деп ойлайды. Ойлау бұл әрекет емес. Яғни біз ойладық, соны тез арада әрекетке көшіруді ойлауымыз керек. Жазылдыңыз, одан кейін сабақтарға барып бастадыңыз. Арғарай сабаққа барып бастағаннан кейін сіз 2 ай оқыдыңыз, сәуірде сізде алғашқы экзамен, осыған дайындаламын деген сияқты. Сонда сіздің айларыңыздың жоспары шығады. Келесі біз тісімізді айттық, Мәселен, біз ақша жинайтын болдық та, желтоқсанда кірісетін болдық. Ол өзінің процесімен жүріп жатыр. Келесі, мысалы 10 миллион жинауға осы жылда менің қауқарым жете ма? Өзіміздің реальный қазір тауып жатқан табысымыздан есептейміз. Егер жетпейтін болса, онда біз не істеуіміз керек? Қосымша табыс табуымыз керек. Немесе өзіміздің шығындарымызды азайтуымыз керек деген сияқты келесі бір әрекетке көшеміз. Одан кейін барып біз айына неше ақша қалдырып отырсақ, неше жылда біз осы 10 миллионды жинауымыз мүмкін деген сияқты өзіңізге реальный жоспар құрасыз. Осыдан кейін әр айға осы әрекеттерімізді бөлгеннен кейін барып біздің бір айдағы жоспарымыз шығады. Бір айдағы жоспардан кейін барып апталық жоспар шығады. Мен оны қазір сіздерге көрсетемін. Енді тағы да тізімдерімізді айларға бөлдік, Мәселен, мен жүргізуші куәлігін алғым келеді. Мүмкін сіз қаңтар айында бастағыңыз келмейді, оны ақпан айында бастайтын мүмкіндігіңіз бар шығар. Мәселен, осы жаққа
жазып қоямыз. Немесе осы айда мен бір кітап оқуым керек. Өзімнің ойымда жүрген. Уже осы бір кітап оқуым керек деген жоспарды біз енді аптаға бөлеміз. Қазір мен оны сіздерге көрсетемін. Енді біз өзіміздің жылдық жоспарымызды айларға, одан кейін аптаға бөліп үйренеміз. Мәселен, бізде қаңтарда 3 негізгі тізім болды. Мәселен, тіземдеу дейікші, және бір кітап оқу, баламды дамыту орталығына жазу, апарып бастау деген сияқты. Сізде осы қаңтардағы 3 жоспарды, үлкен 3 жоспар деп қараңызда, бұл айға енді задача қоспаңыз. Өйткені сізде басқа айлар бар. Сіз барлығын бір айға қосып тастайтын болсаңыз, сіз үлгермейсіз. Адамның өзінің ресурсы шектеулі болғаннан кейін бір айға үлкен 3 қана жоспар алған дұрыс. Одан кейін келесі айларға тағы да жаңағы біздің мақсаттар тізіміміз бар ғой, содан бөліп жазамыз. Мысалға жаңағы куәлікті алу, жүргізуші куәлігіне. Осылай айларға өзіңіздің жоспарларыңызды бөліңіз. Енді осы жерде айтқым келетіні, ең қиыны бұл ұзақ уақытта жасалатын нәрсе. Мәселен, сіз спортпен айналысып бастайын дедіңіз. Сіз спортпен айналысып бастауды осы наурызда аяқтап тастай алмайсыз. Сіз бастадыңыз, енді әрі қарай оны жалғастыруыңыз керек. Сізге сол үшін де күш керек. Сондықтан барлық айда бір жаңа жоспарлар болуы міндетті емес. Егер сізде жылында 3 үлкен жоспар, айында одан кішірек 3 жоспар, және күніне 2 задача болатын болса, бұл ең жақсы жоспарлау әдісі болып саналады. Енді қаңтарға кірісейік. Бастаймыз. Қаңтарды жоспарлауды бастадық. Мәселен, тіс. Қаңтарда біз әдетте алғашқы күндері демаламыз. 5-іне, 6-сына, тіпті 7-сіне дейін бізде бос күндер. Сондықтан бұларды мүлдем есептемейміз. Ол күндерімізді мүмкін демалыс қылып қалдырамыз. Ол демалысымыз сәтті өту үшін оны да жоспарлауға тырысамыз. Одан кейін 8-і күні мен дәрігерге телефон шаламын, бірінші тісім туралы білу үшін. Немесе осы 8-і күні мен дәрігердің қабылдауына барамын. Алғашқы барғаннан кейін сізде уже картина шыға бастайды. Қанша ақша кетеді тісіңізге, қанша тіс емдеу керек. Осы қаңтар айында сіз бір тісті емдеуге мүмкіндігіңіз болса, яғни мен сол бір тіспен шектелемін. Келесі тісімді мен ақпан айына қалдырамын деген сияқты. Енді міне қараңыздар, 1, 2, 3, 4, яғни бізде бұл бейсенбіге келді, Тіске дәрігерге барамын. Жазып қойдық. Бізде бір күнде бір үлкен задача уже құрылды. Енді одан кейін тістен шыққаннан кейін ол сізді тағы да сенбі күнге шақыру мүмкін, жұма күнге шақыру мүмкін. Сіз оны пока толтырмайсыз. Яғни мен сіздерге жоспарлаған кезде көбіне айды көрсететін календармен аптаны осылай бір аптаны көрсететін блокнот қолдануға кеңес беремін. Біз бір парақтық, бір күннің тізімін ғана көрсететін блокнотты қолданған кезде біз дәл қазір миымызда не бар, соны жазып, яғни бірінші біздің этаптан мына этапқа өтпейміз. Енді жаздыңыз, келесі жоспарымыз не тағы? Қандай жоспар бар? Осы аптада жасай алатын. Соларды күндерге бөлеміз. Егер менде бейсенбіде 2 жоспардан көп болып кетсе, мен, значит, ол күн үлгермеймін, оны жұмаға ауыстырам. Өзім алдын ала жоспарлағаннан кейін. Мен бұны дүйсенбі күні жоспарлап отырмын ғой, немесе жексенбі күні жоспарлап отырмын. Көбіне мен, мәселен, жексенбі күні жоспарлаймын. Жексенбі күні кәдімгідей ашып, календарды қарап, қайсын қай жерге орналастыруға болады, соған қарай жоспарлайды. Сонда 2 задачадан асып кетсе, бір күнге, значит, біз оған үлгермейміз. Бір күнде 2 нәрсені жасаймыз. Бұл біздің идеальный жоспарымыз. Өйткені оған қоса бізде рутиналық іс-әрекеттер бар. Ол балашаға қарау, таңертең тұру, өзіміздің күтімімізді жасау, жуыну, таң ас ішу, түскі ас ішу, кешкі ас ішу, мұның барлығы уақыт алады. Сондықтан одан бөлек 2 ғана задачаны мен енгіземін деген сөз. Яғни жұма күнге мәселен балалармен бір уақыт өткізу, немесе оны сенбіге қойдық дейді, сабақта болуы мүмкін. Жұма күні тағы мен өзіме көңіл бөлетін бір нәрсе жасай аламын, яғни. Білмеймін, ол не болуы мүмкін. Мүмкін көптен бері бетіңізге маска жасағыңыз келіп жүрген шығар.
сол нәрсені мен жазып қоямын, әйтпесе мен оны жасамаймын. Біздің тізімімізге енбеген барлық нәрсе ол жасалмайды. Жексенбі күні мен жоспарлауға уақыт бөлемін. Мысалға, балаларды жуындыру, мектепке дайындалу деген сияқты задачаларым бар. Соларды тағы жоспарыма енгіземін. Одан кейін мен жоспарлауға уақыт бөлемін. Мәселен, менде күнде ұйықтардың алдында жасайтын бір әдетім бар. Ол бүгінгі күнгі шығындарды программаға енгізіп шығу. Өздеріңіздің осындай рутиналарыңызды ескеріңіздер, олардың барлығы уақыт алады. Енді мен сіздерге жоспарлауға қатысты бірнеше кеңес айтқым келіп тұр. Жоспарлауды өміріңізге енгізу үшін мынадай қателіктерден абай болыңыз. Көп адам жоспарлап бастаған кезде барлығы дерлік осы қателікке бас ұрады. Солардан аулақ болыңыздар. Бәрін бір моментте жасау. Яғни мен осы ертеңнен бастап ұйқымды түзеймін, тамақтануымды өзгертемін, спортқа барамын, балаларыма көңіл бөлемін, бет күтімін жасаймын деген сияқты өзінің жылдар бойы жасамаған нәрсесін бір уақытта өзгертуге тырысады. Бізде ерік жігер деген дүние бар. Ол нәрсе шектеулі. Яғни ол былай тартсаң, былай жетпей қалады деген сөз. Сондықтан барлығын бір уақытта өзгертуге тырыспаңыздар. Мәселен, ұйқыны дұрыстаудан бастадық па, значит біздің фокусымыз ұйқыны дұрыстауда болды. Басқа нәрсеге біз қазір әзірге көңіл бөлмейміз. Дұрыс ұйықтау әдетке айналған кезде екінші әдетті бастаймыз. Әдетте бұған 21 күн мен 231 күннің арасындағы уақыт кетеді. Әр адамның адаптациясы әртүрлі, сондықтан осындай уақыт айырмашылық. Яғни сізде 21 күнде қолыңыздан келмеді ма, тұрақты істегенде сізге одан көбірек уақыт керек деген сөз. Бұл бірінші қателік. Екінші қателік – ол идеальный жоспар жазатын жер іздеп жүріп қалады. Менің ең қазір сіздерге кеңес беретін дүнием, осы уақытқа дейін мен блокнотқа жоспарлайтынмын, бірақ осы жылдан бастап мен электронды дүниелерді пайдалана бастадым. Өйткені блокнот үнемі жанымызда бола бермейді, болмай қалуы мүмкін, ал телефон үнемі жанымызда. Мен кәдімгі Google-дың календарын пайдаланамын, сол жерге әр күннің жоспарларын жазамын, ол маған уақытпен өзі реттеп көрсетіп тұрады. Тіпті ол жерде еске салу функциясын қосып қоюға да болады. Сондықтан бұл өте ыңғайлы, және бұның ең ыңғайлы жері туған күндерді келесі жылға өзі автоматты түрде көшіріп отырады. Егер сіздер блокнотқа жазған ыңғайлы десеңіздер, онда сіздер бір аптаны бірақ бір бетте көрсететін блокнотты пайдаланыңыздар. Өйткені сіз бір күндік басқа күндері сіздің назарыңыздан тыс қалады және аптаңыздың барлық күніне бір келкі жоспарларыңызды бөле алмай қаласыздар. Үшінші қателік – бұл өздерінің жоспарларын нақты жазбауы. Яғни үй алғым келеді, немесе машина алғым келеді деп жазады, бірақ нақты ол қанша миллион тұрады, қай айда алғысы келеді, айына қанша ақшадан бөліп отыруға дайын, ол нәрселер жазбайды. Яғни нақты болыңыздар. Жоспар жазғанда үнемі нақты нәрсені жазсаңыздар, сонда тезірек жетесіздер. Осы жерде тағы бір нәрсе айтқым келеді. Мәселен, сіз бір кітапты оқуыңыз керек бір айда, енді оны күндерге бөліп тастаңыз. Яғни қараңыз, бұл кітап қанша бет, мен қанша уақыт, қанша беттен оқысам, мәселен, мен бір айда бұны бітіремін. Сонымен қатар бір күндері сіз кітапты оқымай қалатыныңызды ескеріңіз. Өйткені қонаққа барасыз, балаңыз ауырып қалуы мүмкін. Осындай уақыттар үшін барынша аз беттен алыңыз, сонда сіз оқымай қалған күндері ертесіне жетіп алуға мүмкіндік болады. Ал егер сіз күніне 100 бет оқимын деп жоспар қойсаңыз, әрине бұл орындалмайды. Келесі қателік, біз көбіне жұмыстарды жоспарлаймыз, бірақ демалысты жоспарламаймыз. Демалыс та жоспарда болу керек. Өйткені біз үнемі жұмыс істей беретін болсақ, біздің бензиніміз таусылады. Біз робот емеспіз. Ал демалыс біздің ресурсымызды қалпына келтіретін біздің заправкамыз. Бұл жерде айтқым келеді, әркімнің демалысы тоже әртүрлі. Біреу активны тауға шыққаннан демалады, ресурс алады, ал біреу үйде сериал қарап, мыжылып жатқаннан демалады. Осы нәрселерді ескеріңіз, өзіңіздің идеальный ресурс алатын состояниеңізді табыңыз. Оны біз қалай табамыз? Әрқайсысын жасап көріп, өзімізді одан кейін бақылаймыз. Мен осы әрекеттен кейін толықтым ба, жоқ керісінше энергия жоғалттым ба? Осы нәрсені бақылау арқылы біз өзімізге келетін демалыс түрін таба аламыз.
Келесі қателік, олар өздеріне қателесуге мүмкіндік бермейді. Мәселен, осы аптада 3 рет спортқа барам деді, 1 рет бармай қалды, ол өзін уже жеп бастайды. Ары қарай да бармай қалады, өзінің жауына айналады, бір сөзбен айтқанда. Бізде срыв болады, біз робот емеспіз, біз тұрақты түрде бара алмауымыз мүмкін басында. Немесе біреулер тұрақты түрде барып жүреді да, бір күн бармай қалады да, бұл осы жерде сынып қалады. Келесі ойланатын ешнәрсе жоқ, просто жалғастырып кетеміз. Келген жерімізден жалғастыра береміз. Келесі қателік, басқа біреудің режимін копировать етеді. Яғни Инстаграмнан или ТикТоктан бір нәрседен көреді да, мәселен адамның үлгеріп жүрген режимін, соны алып өзіне салуға тырысады. Мәселен, ол аптасына 5 рет контент салады, мен де сөйтуім керек деген сияқты. Жоқ, сіздің энергияңыз басқа, сіздің өмір сүру әдетіңіз басқа, точкаңыз басқа, мүмкін көмекшілеріңіз жоқ. Сондықтан өзім қаншалықты выгорать етпей үлгере аламын осы нәрсені, сол ауыртпашылықты ғана аламыз. Келесі, не үшін жасап жатқанын білмеу. Осы нәрсе де біздің жоспарлауымызға, жоспарларымыздың жүзеге асуына кедергі келтіреді. Просто 100 кітап оқуым керек деген жоспар қоятын болсақ, біз оны не үшін оқып жатырмыз? Кеш тастап кетеді. Керек, нақты пайдасы бар нәрсеге ғана біздің миымыз жүреді. Ескеріңіздер. Өздеріңізді жоспарлайсыздар ма? Видеодан өздеріңізге инсайт алдыңыздар ма? Төменге комментарияға жазып кетіңіздер және арнама жазылуды ұмытпаңыздар.